Қазіргі таңда интернет алаяқтық қылмыстарының өршуіне байланысты сіздерден аса сақ және мұқият болуыңызды сұраймыз. Қазіргі уақытта интернет алаяқтық қылмыстарының кеңінен тараған түрлері. Олар банк немесе құқық қорғау қызметкері ретінде қоңырау шалу, әлеуметтік желілер арқылы тауарға тапсырыс беру, автокөлік ұтып алғандығы арқылы алдау, жалған түбіртек көрсету, біреудің атынан онлайн несие рәсімдеу, инвестиция, биржа, ақшаны пайыздық үлесімен көбейтіп беремін деп хабарласу немесе WhatsApp желісі арқылы келген хабарландырулар. Интернет алаяқтар сізге өздерін банк қызметкері немесе құқық қорғау органы қызметкері болып қоңырау шалуы мүмкін. Естеріңізде болсын, банк қызметкерлері сіздің шотыңызда жүзеге асырылайын деп жатқан операциялар бойынша қоңырау соғып сұрамайды. Ешқашан сізден картаңыздың құпия сөзін сұрамайды. Қазіргі таңда әлеуметтік желі арқылы сауда-саттық мәселесі кеңінен дамып келе жатыр. Алайда интернет алаяқтар бұл жерде де өз іс-әрекетімен адамдарды алдауда. Әлеуметтік желі арқылы тауарға тапсырыс берер алдында сақ болыңыздар. Тауарды қай қаладан алатын болсаңыз, сол қаладағы таныстарыңыз арқылы тауардың бар жоғына сатушымен бетпе-бет кездесуін өтініңіз. Егерде интернет алаяқтардың құрбаны болсаңыз, тез арада 102 операторына немесе полиция бөлімшесіне жүгініңіз.